Ё-моё, игру жижиг админ меч пед меч. Менде муму месин соя муму ренжме. Міне админ мечи пісемейді екен. Ну окей. Так, бәрі қандай сәлем сендер мен атын кім етесіз достар? Мен Нөбидан Майнкрафт деп айтады мені. Короче, достар, мен өзім ауылдан көшіп кетіп, айдалаға кетіп қап, өзім үйімді светім бар. Маған пра дейді үшкеден қалған үй. Мен қазір светім жөндеп болаққан бағана админ деп маған меч берген міне. Мечі күшті бұның. Бүйтіп ұрасың, сотсей саласың, бірақ одан любой моптан қорғанасың, нөп деп маған берді. Короче, достар, мен қазір нөптің сендерге өмірін көрсетем. Нөп қалай бұл жақта өмір сүріп жатыр, нөптің жағдайы қалай, түн атып жатыр ма, кеш батып жатыр ма, или қалай. Короче, мен сендерге көрсетем, менің үйім мынау. Мына жақта баяғыда, мына жақта жол болған, жібек жолындай жол болған, ішінде үйлер, машиналар жүрген. Атамның баяғыда машинесі болған кәуі жоқ енді, но осында да. Короче, бізде не? Гүл. Бұл ақша шақыратын гүл дейді. Сол маған күшті меч шықып болды, оның арқасында пайдей сондай. Бізде кім? Осы отырамайды екен мен, оказывается, достар. Так, короче, бізде не ғой? Вот нет. Скамейка, я. Ойбай, үйге кірсек, короче, мен жабай адамдар ұқсап, үйде алдында күн сөгіп кетті, короче. Күн сөгіп кетті ғой, короче. Сол, күн сөгіп кеткенде, короче, мен яқта очаққам ғой, очақ. Мынаның ішінде көмір жатыр екен, сол көмір шығарып далаға жаққам ғой. Тупоймын ғой, печке жақып қойдым, наверное. Короче, достар, түсіндер ғой, мен тупой екенімді. Мен енді университет ойнап келатырмын мен Майнкрафтта, так что каналыма жазыңдар, дәл осы минутте каналға жазып, лайк басып, осы видеоны до конца көріңдер достар. Сол кезде мен сендерге деп сөйлем деймін ғой, короче, сендер достар. Короче, мынау менің, мынаған қарамай қойыңдар, бұл менікі емес негізі. Мынау мен төсеймін, қайдан кей жүрген екінші пары, чисто музикский бағана админге встречаға шыққаннан кейін мен как подобает кейін шыққам, артак негізі менің төсейім андай ғой. Короче, мен тамақ ішетін столым, диваным, терезелерін сынып қалған, енді алдында мал кеп кіріп кеткен ба, оған ұрам деп мен терезеден төс көрмей қаламын, терезеден ұрып, терезеден сынып тағамын, короче. Так, бізде екінші этаж өте бай, көріп тұрғандан да дем жоқ, кешеден түсіп, екінші этаждың крышасына мініп кетіп, бұдан төбеден тауық кепеден секірген сияқты секіруге болады. Короче, достар, еще мына бізде не бар? Мынау бізде үй ғой. Үй емес бұл негізі. Мынау үй бізде. Короче, мынау үй. Жоқ, мынау үй емес, бұл менің. Қазір айтам сендерге екен. Короче, бүгін бағана нені жөндеп қойғам. Қазір сатымды апарып неге қойып туалеттің ішіне кіріп қойын. Мынау негізі бізде туалеттің үйімнен қарағанда тәуір, бірақ туалетте мен жатам. Не екенін білмеймін. Үйде өткен бізде үйде салқын. Сондықтан мен туалетте жатам. Негізі бұл туалет емес тұғын, үй тұғын. Басында. Сосын мен туалет қылған бұны. Туалеттің іші түсіп кетті. Так, ренжіме серіс. Мен сен қоқ қойдым. Кровать жасайын ба дегем сен новый. Жарайды, туалет жоқ, баяқ сасып кетті. Қайтсына қысандық, баяғыда үй болған ғой, баяқта туалетіне бумага жататын ән ішінде. Үшін сатымда кеп, осы жақта жүрдім ғой, көбіне баяқта шығып атқан жоқым сасымау үшін. Өйткені мен үйімде ананы ремонттау керек, аты ауалар кіреді, ауа кіреді. Ұйықтаймын ғой, мен төбеден монстрлары келеді, түнге жаққанат, мумуларда мөлеп өт, мө деп. Не дейім шығап жет. Короче, достар, мен өмірмен танысқан шығасыңдар сендер, қызық па менің нүптің өмірім? Байды менің өмірше қызық. Сендер осы нүптің өмірі ұнаса, короче, мен қызығырақ түсірем. Скоро қалаға да көшіп баратсам, сендер үшін ауыл тастауым керек мына үйді. Білмеймін енді. Сендерге ұнаса коммент жазыңдар, достар. Және лайк басыңдар обязательно. Ұйқым болмаса каналға жазылсай. Давай.